Бүгінгі видеода шұжықтың қалай жасалатынын көретін боламыз. Етті осындай төрпіштілеп тураймыз, және де жылқының іш майын араластырамыз. Тұз бен чеснокты осылай араластырып алып, етке сеуіп, етті толық араластырып шығамыз. Осылай етті араластырып алғаннан кейін тұзы бәрін сіңіп, жылқының шегіне осындай баклажканы жоғары жағын кесіп тастап, 5 литрлік соған кигізіп қойып, воронка сияқты қылып жасаса, етті салу өте оңай, ыңғайлы. Осындай пластмассамен қысып қойсаңыздар да болады, болмаса жай ғана ұстап тұрып, немесе жіппен тартып қойсаңыздар тұра береді. Сосын үстінен етті сала береміз. Сол кезде шекке өтіп отырады. Өздеріңіз жасап көрсеңіздер болады. Және де бұл жерде қандай еттер десеңіздер, жылқының бұғана еттері мен мойын еттерін турап, осындай шұжыққа жасаймыз. Мені көрсеңіздер, біраз шек толғаннан ара итеріп отырасыздар, соңына дейін толғаннан кейін, сосын әрбір жерден қысып, жіп байлап